Дүниетану бүгінгі тақырыбымыз менің көшем. Саяхат деген бөлімге тоқталатын боламыз. Енді экранда қала және ауыл бейнеленген. Кейбір оқушылар қалада тұрады, кейбір оқушылар ауылда тұрады. Ауыл мен қаланың ерекшелігі өте зор. Қалада биік үйлер орналасқан, қалада машиналар көп болады, заводтар болады, фабрикалар болады. Ал ауылда жер үйде орналасқан, ауылдың табиғаты өте әдемі болады, ауасы таза болады. Ауылда 4 түлік мал асырайды. Енді біздің алдымызда 2 бала тұр. Бірінші бала: мен Алматы қаласындағы Абай даңғылында тұрамын. Ол даңғылдың аты қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың құрметіне қойылған. Бұл даңғылда ұлттық кітапхана бар. Ол Абылайхан көшесімен қиылысады. Екінші бала: менің үйім Абылайхан көшесінде орналасқан. Бұл ауылымыздағы ең үлкен көше. Оның бойында дүкен және мәдениет үйі бар. Біздің еліміздегі көшелерді көбінесе белгілі ақындарға, жазушыларға, елге елеулі, халыққа қалаулы азаматтарымызға беріледі. Енді келесі сұрақтарға жауап береміз. Сен тұратын көше кімнің атымен аталады? Бұл көшеде қандай көрікті жерлер бар? Ол қандай көшемен қиылысады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Қалада көптеген көлік түрлері бар, және де оның саны өте көп болады. Сондықтан біздер айналамызға қарап жүруіміз керек. Бағдаршамға және де адамның жүретін жолымен, тротуармен жүруіміз керек. Сонымен қатар жолда жолақ орналасқан, сол адамның жүретін жолағымен жүруіміз қажет. Өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін және де бағдаршамның көздеріне қарап өзіміздің қауіпсіздігімізді сақтап жүруіміз керек. Әр түрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін. Ал енді сен өзіңнің көшеңнің, аулаңның көркеюіне қандай үлес қосар едің? Ауламыздың, көшеміздің көгалданып және де ауамыздың таза болу үшін біздер көбінесе жасыл желекті теректерді, әдемі гүлдерді өсіруіміз қажет екен.